Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? 570 шақырымға, енді есіме шығып кетпей тұрғанда айтайын, 570 шақырымға біздің қызметкерлер Америкаға барып, енді сол жерде ақша беретін банктерден 650 миллиард теңге алыпты. 650 миллиард теңге 570 шақырымға. Бір шақырымға сонда жобамен бір 1 миллиардтан аса ақша кетейін деп тұр екен. Енді қалай бұлай? Шығын қалай, жақсы ма, или аз ба бұл әлі? Тағы қосыла ма? Қайсыздар, жақсыздар ма, олай ма, potты сайлаған ма десем ба? Қазір Иран жақтан ақпараттар келіп жатыр. Трамп ағам сөйлеп жатыр, атам. Тоқаев Түркияда Ердоғанды шақырды 14 майда. Енді Иранның енді МИД деген министр иностранный дел деген шығар, мен енді түсінгенім бойынша МИД деген Исмаил Бегей, жоқ, Бегейге келген, Бегейл ғой деймін. Исмаил Бегей дей берікші, Исмаил Бегей дегеннің әңгімесін қарасаң дейді. Алдында бұлардың сыртқы істер министрлігі екеу ма, же болмаса мен қате айтып тұрмын ба? Аракчи деген бар, өзі андай былай түрі краш келген. Соның алдында, осының алдында айтқан еді, ой, біз келісімге келдік, орнымыз бұған ашамыз, анау да мынау деп Трамп та ол жерде әңгіме айтқан. Сонымен енді Аракчидің айтуы бойынша келісімге келіп жатырық дейді, бірақ мына бағанағы Бегейдің айтуы бойынша Бегей айтыпты, аспанға қараймын, жұлдыз танаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың, Трамп депті. Оның айтуы бойынша біз ядролық байытылған уранды Америкаға береміз деген әңгіме негізі айтылған жоқ дейді. Одан кейін мынау енді бір спикері, Иранның спикері сөйлегенде пост жазыпты, X платформасына деді, бірақ мен атын ұмытып қалдым, енді олардың атын жаттау мен жазып алмаймын ғой. Соның айтуы бойынша бір сағаттың ішінде Трамп бір 5-6-7 пост салды, 7 рет сөйледі, соның барлығы өтірік болып жатыр. Әңгіменің ашы құлақтан теуіп жатыр. Біз Америкамен ешқандай келісімге келген жоқпыз дейді. Енді мынау Аятолла Моштаби Хомейни ме, Аятолла былай деп айтыпты дейді, бірақ Аятолла Хомейни өлген соң оның баласы келіп рухани көсем болып сайланды, бірақ оны содан кейін ешкім көрген жоқ. Оны бір ақпараттар айтады, қатты жараланған, 2 аяқтан жараланған, басынан зақымданған дейді. Соның айтуы бойынша Ормуз бұғазы жабық болу керек депті. Қандай жағдай болса да біз ядролық байытылған уранды бермейміз деп жатыр. Ал мына жақтан Трамп тағы сөйлепті, ол былай дейді, өзінің самолетында кетіп сөйлеп бара жатыр. Біз осы 1-2 күнде келісімге келіп қалуымыз мүмкін, біз үлкен пульста тұрмыз. Иран мен Американың арасында қақтығыс, Америкаға майдай жақта, Америка пульста. Олар бізге байытылған уранмен қоса, бағана мен айттым ғой, мынандай бір әңгіме болып жатыр деп. Байытылған уранды Америкаға береді, Америка оларға 20 миллиард доллар береді деп айтқан әңгіме болған еді, бірақ Трамп айтады, біз байытылған уранды аламыз, бірақ оған біз ешқандай ақша бермейміз. Ол ақша бергенде солардың санкцияланған ақшалары, қателеспесем, ол ақшаны ештеңке бермейміз, тек біз уранды алып қаламыз, сол кезде біз қалай айтсам екен, пульста боламыз дейді. Қалай болды бұл? Одан соны айтып келе жатқан кезде бір журналист тағы сұрақ қойды. Қателеспесем, осы среда деген 3-ші күн ғой, қателеспесем, дұрыс па? Осы аптаның, келесі аптаның сенбісіне дейін енді келісімге келіп екі құшақтасып, ойбай, сен де жақсысың, енді Америка, Иран сен де жақсысың деп екі құшақтасып келісімге келісім мүмкін байытылған уранды береді, бермейді, сөйтіп екі жаққа кетпейтін болса, сіздер келісімге келе алмайтын болсаңыздар, сіздер не істейсіздер деген еді. Бомбалауымыз мүмкін, тағы да деді, тағы да бомбалауымыз мүмкін дейді. Иран бермейді ғой, ойлаймын мен, неге десеңіздер, беретін адам осынша бомба тастағанда беріп қоятын еді енді.
бермейді ау деп ойлаймын енді ол да. Енді Қытайға да айтты ғой енді арамызда қақтығыс болатын болса, енді оның алдында да қақтығыс кезде мен шиге жазым Иранға қару бермеңіздер деп айтты, ол бермеймін деп айтты деді. Енді бермеймін деп айтқан мүмкін беріп те тұрған шығар, енді белгісіз. Енді Трамп білмеймін, енді алмай қоймайын деп тұр ғой, алмай қоймайын. Істеген жерде аузым, ұстаған жерде қолым кетеді деп тұр. Не болады деп ойлайсыздар? Бұл жағдай не болады деп ойлайсыздар? Қазір әңгіменің ашығы мынау Украина мен Ресейдің ортасындағы соғысты да екеуін де айтуға да шынымен не болмай қалыппыншы. Не келмей жүр анандай. Шабыт келмей жүр, шабыт. Шаршап жүрмін ба же болмаса. Одан кейін қазір мында бағана айтқан едім ғой. Енді дін жайлы имамдарға дінге бір кір келтіретін сөз айтсаң КМДБ арыздану мүмкін дегенді айтқан едім. Сондай болатын болып енді бағана 31-ші арнадан ба сөйледі, ол жерде айтады енді дінге сөз тигізіп енді имамдарды балағаттаса, сондай енді бір КМДБ-ның оң жамбасына келмейтін әңгіме айтып қойса, енді біз арызданып сотқа арыздануымыз мүмкін деді. Енді мен енді ойлаймын, дінге енді мейі бар адам енді жайдан жай келіп ойбай деп енді ислам діні деп мен ойлаймын. Не қылмайды, не дата тиіспейді деп ойлаймын. Мен енді бір ойым таңғаламын. Енді бүйтіп істеген мен ойымша негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Дін әркімнің өзі үшін енді арақ ішіп кетесің ба, қуып кетесің ба, вообще не істейсің, вообще өзің білесің ғой. Дінде енді Аллах тағала да айтады ғой, кім шаңның тозаңындай жамандық жасаса, оның жамандығын көреді кейін қияметте. Кім шаңның тозаңындай жақсылық жасаса, соның жақсылығын көреді демекші. Енді дін ойнайтын нәрсе емес, бірақ кез келген адам өзінің ойын айтуға негізі дұрыс деп ойлаймын. Енді имамдарға айтып жатса, имамдардың өзі де қазір енді имамдар, ұстаздар әйтеуір бір-бірімен қырқысып кетті ғой. Ана ұстаз анақа дұрыс емес, ана үйтіп оқып жатыр екен, ана балағын көтеріп алыпты, сақалын үйтіп алыпты, бүйтіп алыпты. Ана жақта бір кім еді, бір тиктокта біреу жүр ғой, кім еді анау? Аты кім еді? Біреу жүр тағы, біраз ұстаздарға ма біраз әңгіме айтып тастаған ғой деймін. Сонымен атеист дей ма, сол шоу болып жатыр ғой, енді бүкіл халықтың аузына су ағып, ана ұстаз тыңдаймыз ба, мынаны тыңдаймыз ба деп. Осыған бірақ заң керек та. Мысалға бұрын осындайда бір дау болып кеткен екен енді діннен, анаудан мынау сен үйттің, бүйттің, сен үйтпе, сен бүйтпе деп. Дін әркімнің өзінікі ғой. Сонымен Түркияға енді мен естіген, жастаңыздар да болуы мүмкін, шын ғой енді. Көбісі айтады, мына аты кім еді? Енді ешкімге өлім тілемейсің ғой, бірақ болған оқиға екен. Ататүрік келсе сондай болып жатқан ғой. Анау әменді іштен айтып қойдың, қолыңды көтеріп қойдың, балағыңды үйтіп қойдың, мәшкіңе машық тартып қойдың деген әңгімені айтып жатқан ғой. Енді сол оң қолмен жуамыз ба, сол қолмен жуамыз ба деп енді сөйтіп қырылысып жатса, сол қырылысып жатқандардың барлығы атеист, тәңіршіл, мәңіршіл, анау барлығын жинаған ғой. Кім еді аты? Аты кім еді? Ататүрік сөйткенде есендер бар, білім алып қайтсаңдаршы деген ғой. Сөйтсе бопты деп соған кемеге мінгізген судың ортасына жеткенде кеме батырып жеткен дейді. Мен енді ол жерде болмадым, сондай әңгіме бар. Енді мен айтпағым, бір заң істеу керек қой, болды ғой. Мұсылманда діни басқармасы ол сотқа берем, үйтем деп өздерінің, мен ойлаймын, абыройын түсіріп алады. Халық қазір халық біраз жерде елдің мәселесі бойынша да кез келген жағдайда өзінің ойын айтып қалды қазір. Ол өте жақсы деп ойлаймын. Заң шығара салу керек. 4 мазхабтың біз біреу Абу Ханифамен оқимыз деп мысалға
ұстаздар соны діни басқарма соны бекітеді ғой. Болды, соны ұр болды. Болды, осы Абу Ханифаға айтатын уағызды айтасыңдар, Абу Ханифа айтқан уағызды. Сақал пақалыңды Абу Ханифа қой десе қоясың, мысалға да енді дінде қыстау жоқ қой. Бірақ сондай заң керек деп ойлаймын. Сол бір заң істеу керек болды. Абу Ханифамен оқимыз, одан кейін барлығы заңмен өзі шешіледі. Сотқа береміз, потқа береміз деген әңгіме қиын болып қалады ол. Енді ойын ашық айтқан дұрыс, бірақ сондай заң шығарып қою керек. Ондай заң бар ма жоқ па білмеймін мен. Абу Ханифамен оқимыз болды. Кез келген мешітінде. Оған ұнамай ма, үйіңе барып қайсы мазхабта оқисың, Шафи мазхабында оқисың ба, қандай тағы? Біз төрт мазхабтың үшеуін үйіңе барып оқисың ба, бірақ мешітке келген кезде, былай жамағат болып тұрған кезде Абу Ханифамен оқисың деп сондай заң шығарып жатты да. Мешіттерде имамға ұйыған кезде сондай Абу Ханифамен қолыңды кәдімгі түсіріп, енді Абу Ханифаның таңдағанымен біз енді діни басқарма соны таңдап тұрған. Соны оқисың, үйіңе барып шоқынасың ба, буддист болып кетесің ба, же болмаса бір не қыласың өзің білесің, бірақ мешітке келген кезде жаназаларда имамның артында ұйып тұрғанда Абу Ханифамен оқысыңдар деп заң шығарса болды, барлығы бітеді. Бұдан анау тиктокта енді айқай болады ғой, соған негізі мынау ұстаздар да негізі мұндай бұзықтарды қабылдамау керек та. Ол мүмкін ол жеңіліп қалады, ол айқай болып тағы келеді, сөйтіп халықтың миын сабаға батыр. Жақсы, кеттік. Барып ұтып қойдық, байланыстамыз.